Ассалаумағалейкум, қалайсыздар көкбұлақ арнасы көрермендері. Бүгін 17 ақпан 2026 жыл сейсенбі. Күндеріңіз сәтті өтсін. Бізде өткенде қардың бәрі еріп кетті. Қардың бәрі осы 3 күнде еріп, жердің бәрі былшыды. Сосын кеше бүгін жел кеп тұрып жатыр, жайлап қайтадан. Мына далалықтың қары ертерек ерді де, ерте кеп болсақ, үйдің қасындікі борап тастаған қалың қарлар бізге әлі кете қойған жоқ. Ойлап кетті енді, қораның іштерінде үйдің тазасында қалғандар болмаса. Бұлайына ойлап кетті. Біздің ауылда биыл көктем ерте шығып жатыр. Жылдағымен салыстырғанда ерте себебі былтыр наурыз айының 10-дарына дейін қар жатты. Өткенде мына қар ерігенде бұның асты айтып жүрдім, өткенде астында жаңбыр деп. Сол жаңбырдың асты тоң болып қатқан қардан жаңбыр. Сол кеше қар ерген кезде сіңелмеді. Жердің бетінде су болып тұрды біраз. 4 елдей, 3 елдей әр жерде. Сосын жайлап күн жылынып барып сіңіп кетті. Қораның ішінде былшиын деді. Бұның қарын түгел тазалап тастағанбыз негізінде қораның ішінің. Бірақ бәрібір оның алдында жауған жаңбыры бар. Алдында аязбен білінбей тұрған. Қазір білініп бастап жатыр. Қойлар да рахаттанып жүр. Таңертең ерте шығып кетеді. Кешке жайғамады. Сағат қазір 9 болып қалды. Қысты күндер енді 10-ға таман 11 кейде жайылмай қора тұрып қалатын еді ғой. Солармен салыстырғанда қойларға өте бір жайлы уақыт. Ауланың тек мына шет іргелері құрғақ. Мына орта жақтар ылғалдау кішкене. Жалпы ылғал болмаған жақсы. Қораның ішін қойды саржанбас қылып, қойды аздырат күйін сүріп тастайды. Қойлардың күйі болсындай, шүкір жаман емес. Ішінде жұқалар да бар, өткенде тағы да 1-2 тоқтыны салдық қораға. Бір қой, бір тоқтыны. Күйлері төмен дегендерін. Оның ішінен енді түнәугін желтоқсан айының соңында, қаңтар айының басында салған 1-2 қой бар еді, соны шығарып жіберуіміз керек қойға. Олар күйлері жақсы қазір. Олардың күйлері жақсы. Мына ешкілер жабық қораға тоңғаннан кірген жоқ, мына жақта жататын жер жоқ, сол үшін кірген. Себебі мына жақтың бәрі алғал. Себебі осы 4 күн бұрын соңғы қар ерерде қораның іші қатып жатты, осы өзі ешқайсы жабыққа кірмей қалды мынаған. Қазір жататын жер жоқ, боласына амал жоқ, кіріп кетті деп ойлаймын. Күн бұлтты бүгін. Таңертең тұман, күндіз күн шығып кетеді. Кешке қайтадан тұман, сондай болып тұр ауа райы. Кеше түнде жел масқара болды, 25-26 метр секунд. Тракторды қозғалтып тұрды енді. Қораның ішін қарап жүреміз, ештеңе қалмады екен деп. Ештеңе қалмаған. Мына жабық қораның ішіндегі шөптің қалғаны осы енді. Мысалы далада бар ғой. Мұнда бір 38 ба 40 па сондай тек санап қойдым өткенде. Осыны алып тастасақ, сонда болды. Қораның ішін босайып тұр, бұйырса көктемге төлдің уақытына. Биыл жалпы жылдағымен салыстырғанда көктем ерте шығып отыр. Кеше бір жаңалықтардан оққанмын, көктем биыл ерте келеді деп. Сол рас жақты. Рас болса да жақсы болады. Жалпы биылғы қыс қатты болды. Далада мал бағып отқан адамға және малға да қатты болды. Қайта мұз басу, қар қалың, тұман, мал жайлай алмай қалады деген сияқты. Бірақ шүкір енді арты жақсы болып келе жатыр. Бізде сосын өткенде қардың астынан жусандар бөртік болған шыққан құлақтанып, жусандар кішкене көгерейін деген. Бірақ әлі ерте, жалпы сәуір болмай тәуір болмас дейді ғой. Сәуірге дейін шөптер шыға алмайды. Наурыз айындағы жаңбырлардан да көп негіз пайда жоқ. Наурыздан көрі
сәуір айының 10-15-терінде жаңбыр жауған жақсы. Шөптің жақсы шығып кетуіне. Менің байқағаным бойынша. Қойларды желге қарата жіберіп кеңге. Себебі ауылдың мына жақтарының бәрі тау, тас. Тракторды батырады, қазір трактормен шығып жүрік. Кейбір жерлерден трактордың асты тиетіндей балшық енді 50-60-40 сантиметрдей кіріп кетеді кейбір жерлерден. Бірақ енді бүгін деген сияқты түнімен жел қатты болып қырған қырақ болыпты. Кейбіріңкіреп. Дауысым естілмей жатса, айып етпесіздер бүгін. Жел қатты, желге қарсы сөйлеп микрофонды қосып қойдым. Қойлар өткендегіден жүдеген ба? Пікірге жазып қалдырып жіберіңіздер. Бізге күнде ішінде жүргесін көп білінбейді. Күн бұлай адамға көктемнің күні ұқсап сезіліп тұр. Себебі 9 ба 10 градус па жылы, кешке 9 градус жылы деп тұр. Бүгін де сол жыл болсақ, одан жылы болмаса салқын емес. Пысқырық дейді. Сіңгіріп жатыр. Жалпы биыл қойда пысқырық көп жоқ, жылдағыдай емес. Жылда көп болатын мұндай уақытта, әсіресе жаз айларында. Мен жазда көреміз биыл. Түйелер білесіздер, өткеннен бері қазір ай жарымдай болды. Ауылдың қасында тұр, шығып атқан жоқ ол өріске. Себебі қар қалың болды, одан кейін мұз, балшық. Оларда жүргісі келмейді. Үйден бір күніге 3 түк жейді, таңертең. Түс қайта, кешке, кейде 2 түк. Осылай шөпті өшеге шашып тастаймыз. Жеп жата береді. Сосын бір қап жемдерін жейді. Бұлар дәл шөгеріп бастаған жоқпыз. Өйтсе ертең наурызға қарай шөгерейін тұр қой. Неге шөгере берген ба? Түйелер күйілеп тұр қазір. Күйілеп. Үлектің қасына жақындап. Кейбіреулер саудырғысы келмейді. Белгілі енді күйілеп тұрған түйелер. Мына жақта біреу жүр. Күн жаңа шығып келатыр. Мына жерлердің бәрі өткенше қар жатқан жерлер ғой. Сосын әлі кейбірінен әтір кішкене. Бұйырса бүгін кейбін кіріп кететін шығар. Күнде анық шықты ғой. Қошқарлардың жемде тұрғанына 2 айдан асты. Бұларды бұйырса ертең тапсырып бастаймыз. Наурыздың бастарында мына 2 үлкен бірінші кетеді ғой. Мына 2 тоқты қошқар кішкене жемде тұрады. Күйлер жақсы қазір сейміз. Әдемі күйлер. Жемді де мына семірген сайын кішкене көбірек жеп тұр қазір. Жемді көбірек жеп тұр. Бордақы қойлар кептелер қайтып келіпті, жоқ болып кетіп тұр, он шақты күнге көрмей қайтадан келіпті. Шөп шашып атқан жоқпыз, біраз болды. Шөп тұр. Бұйыртса мынаның ішінен бүгін ертең базарға союға, етке тапсырылуға бір 4-5 ешкі кетеді, ішінде семіріп тұрғандар. Сонда ішінде бір 2-3 ешкі тұр, қазір 7-ма қалып тұр. 5 ешкі, 2 текем екен, сонда шығар. Сосын бір лақып бұрында кішкентай тұрған. Ішіне кіргім келіп тұрған жоқ, бұл шыға тұр. Мынау жем жейтін жерлері, ал бұлай мына жауық қораның ішіне жатады. Мына қораның ішінде.
қозылар міне осындай бұйырса күн күйіп кетіп тұрса қасына бір жақындап әдемілеп түсіремін бұйырса. Міне мына қораның ішіне салды, бұл жақта жүр болатын құп-құрақ. Күндіз есіктерін бәрін ашып тұрсам, ішін жиыла қып тұрады. Арғы есікті де ашып келіп, ағаш есік қойып қоямын ана жерге. Осының ішіне жатады. Қошқалар енді осы жерге тастап жүрік. Қошқалар осы жерде жата береді. Бұның іші жақсы. Бұнда қарын тазалағанбыз, бірақ қарын тазалаумен астындағы жаңбыры тоң болып жүріп қайтып бетіне шығып отыр. Бетіне шығып отыр. Сосын өткендегі сиырлардың барлығын күн жылынғасын, ішінде тек желін деген бір сиырды алып қалып, осы тоқал сиырды алып қалдық, қызғалы сиыр. Қалғандарын жібердік таудың астына, өздерінің өрістеріне кетті. Күні кеше айдап жібердік. Енді бұйыртса оларды бір апта 10 шақты күннен кейін қайтадан көздейміз, желін дегендер болса, ауылға айдап келіп алып қаламыз. Жалпы қыс айында көп желіндемейді сиыр. Сиыр болсын, қой болсын. Көктемдегідей емес, көктемде желіні толтырып барып төлейді ол. Қыс айларында ондай емес, кішкентай желімен туа береді. Арты осап желіндеп тұр, сол үшін алып қалдық. Бұл өте жуас сиыр. Былтыр бірінші тут, биыл екінші ту керек бұйырса. Аман-есеннің сиыры. Аман-есен сиыр өткенде бір сиыр жоқ болып кетті дегенмін. Осы Аман-есен сиыр екеуі бірге жоқ болып кетті. Негізі Аман-есен келді үйге. Өзі келді кеше түс қайта. Біздікі жоқ, біздікін қарауымыз керек. Өткендегі деген жалпы қаралған жоқ, бір 10 шақты күндей болды. Төрбеде салып қарап отқанымыз жоқ. Бұны енді бұйырса Аман-есен бүгін ертеңдер алып кетем деген. Ауылына тиек кетіп жемдейтін шығар. Күйді бұл қатты ары емес сияқты қазір. Қыстан енді бұл жем шөп жемей, түнгі аяз борандардың бәрінде өз күшімен шыққан сиыр. Ешқандай жемде шөпте жеген жоқ, ауылға келген жоқ. Шөппен шықты, даланың шөбімен өрістім. Өткендегі бұзау сиыр. Бұзау міне осындай өрісті. Осындай тентек бұзау. Тентек жеп отқаны бұл дейтін көрші ауылдың бұқасынан ашқан ғой. Жаңа бұқаның тұқымы жергілікті тұқым. Жалпы біздің жергілікті сиырлар асау болады. Жоғары жақтың, солтүстіктің, батыс Қазақстандарында, Оралдан, Ақтөбе сиырмен салыстырғанда асау ет. Ал ол жақтың сиырлар жалпы нәті жуас. Бізге бұқалары келеді ғой. Жуас спортшылардан шыққан бұзаулар да жуас болады. Мұнау кішкене тентектеу, жақындасаң қашады. Еркек бұзау бұл. Еркек бұзау. Сиырға таңертең ең бірінші жем салып тастап едім. Жемді жай жейді. Мүлде жай жейді. Өйстіп жалап тұрады. Ананың қасына шығарып берейін десем, қызыл сиырдың. Мынадан тартып алады, ана тез жеп қояды. Тез жейді де мынадан тартып алады. Сонда екі сиырдың жемін біреу жеп алады. Сол үшін мынадан бөлек беріп қойдым. Жалпы күндіз қазір айырып тастаймын, сиырды ар жаққа шығарып, сосын кешке сиырды сауып, бұзаумен бірге тұрады. Ертең бір айдай тұрғасын, туылғанына бір айдай болғаннан кейін бұзауын айырып тастаймын үстін бөлікке. Қазір түнімен бұзау бірге тұр. Сауылып тұр мына сиыр жалпы. Бұл да бірінші тұп тұрған қашар сиыр. Мынау қардың астының осындай шыққан көк шөптер, кішкентай көк шөптер шыққан қардың астынан. Жылқы қамайтын қораға келдім. Мына қораның ішінің өткенде қар қалың болды. Бұл әлі бір 3-4 күнде еритін сияқты. Ергеннен кейін орнында мынандай су қалады. Сол кеткенше әзір қораға жылқы қамай алмаймыз. Мынау өткендегі жабағылардың қалғаны. Екі ұрғашы бұйыртса қысыраққа жемделе береді осы жерде. Ал мынаның ішіндегі
сыр жабағына үйге кіргізіп алдық. Өте керемет болды. 4,5 ай бордақыланған. Оны осыдан бір 3-4 күн бұрын жер жақсы уақытта үйге кіргіздік. Мына жер осындай болып босырап кетті. Қораның ішінде осындай болып отыр. Қораның іші. Бірақ далалық құрғақ кетті. Құрғақ кеткен сияқты мына жақтар. Мынандай су жоқ. Мына жақта өткендегі бордақылап жатқан дөнен. Бұйыртса биыл қысыраққа айғырлыққа алып қойған дөнен. Онда күйге жақсы болды. Келген кезде білесіздер арық болды. Жемделе келе күйі керемет болды. Бірақ енді әзірше қысырақ айыра алмайды сияқты малмен. Әбден күйіп кетуіне кем дегенде бір 20 күнге керек, 15-20 күн керек. Осындай жағдайлар біздің ауылда. Осымен бүгінгі видео тәмам. Назар салып қарағандарыңызға, тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Аман сау болыңыздар.